Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі тақырыбымыз қазақтың ұлттық ойыны тоғыз құмалақ. Ақыл ойды дамытатын бұл ойынның шығу тарихы 4000 жылдық кезеңді қамтиды. Сабақтың мақсаты: білімділік, оқушыларға ұлттық ойынның тарихын таныстыра отырып, негізгі ережесін үйрету. Тоғыз құмалақтың негізгі шарттарын түсіндіру арқылы логикалық ойлау қабілетін, математикалық амалдарды тез санау, ой өрісін толық дамыту, ұқыптылыққа үйретеді. Ал тәрбиелік мәні оқушыларды ұйымдастырушылыққа, достық қарым-қатынасқа, ұлттық рухты сананы қалыптастыруға бейімдейді. Тоғызқұмалақ өткен ғасырларда Қазақстан мен Орта Азиядағы ең кең тараған ойын болатын. Содан болар оны көшпенділер алгебрасы деп атаған. Бұл ойында ойы биік, есепке жүйрік тұлғалар, өрісте ойларын жасатып жүрген қойшылар ойнайтын болған. Ол үшін арнайы ағаш және тас тақталар жасап, сүйектен жасалған шарларды немесе жерден ұя шұңқырлар қазып, шар орнына қой құмалағын пайдаланған. Қырғыз Республикасы, Монғолия, Чехия мектептерінде тоғызқұмалақтан үйірме сабақтары жүргізіледі. Чехияда жыл сайын зияткерлік ойындар фестивалінің бағдарламасына енгізілген. Ал Англия, Германия, Түркия, Ресей және Швейцарияда дәстүрлі халықаралық жарыстар өтуде. Интернет кеңістігінде Алтайдан Америкаға дейінгі аралықтағы 100-ден астам елдерде тоғызқұмалақ ойналып, қызығушылар саны артқан. Ойын тақтасы 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр ойыншыға 1 қазан, 9 отауға 9-9-дан салынған 81 құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны бастаушы, ал қарымта жүріс жасаған ойыншыны қостаушы деп атайды. Кейде бастаушы үшін ақ жағы, қостаушы үшін қара жағы деген тіркестерді де қолданады. Міне алдарыңызда тоғызқұмалақ тақтасы, ол 18 отау, 2 қазан және 162 құмалақтан тұрады. Негізінен мынау тұздықтың белгілері. Мынау менің қарсыласымның отаулары, ал мынау менің отауларым. Ал қазан керісінше салуға ыңғайлы болу үшін, мынау менің қазаным, мынау қарсыласымның қазаны. Және әрбір отауда ойын басында 9-9-дан құмалақ тұрады. Ойынды бастаған кезде ойынды бастаған адамды бастаушы деп атайды, қостаған адамды қостаушы деп атайды. Кез келген ұяшықтан ойынды бастай беруге болады. Жүріс солдан оңға қарай жасалады. Тоғызқұмалақта ұпай жинау ережесі келесіде, яғни жүріс жасаған кезде қарсыластың отауына түскен, соңғы тас түскен отауындағы ұпайлар саны жоқ болса, онда ол менің қазаныма түседі деген сөз. Мысалы, мен қазір оны көрсететін болсам, міндетті түрде жүрген отаудан бір тасты қалдыру керек, және әрі қарай содан оңға қарай жасайды. Міне, қарсыластың бірінші отауына түсті, яғни тастар саны жұп болып тұр, бұл менің қазаныма түседі. Ал менің қарсыласым өз кезегінде өзінің отауларын жұп қылып кету мақсатымен және де менен мына бір ашық қалған бір түйір
ортаудағы ұпайларды алу үшін ол да екінші ұяшықтан жүре бастайды. Мінекей осылайша жалпы ойынның басында көбіне бір беттен 10 тастан 2 ойыншы да алып алады. Ал әрі қарайғы ойын ойыншылардың деңгейіне байланысты. Сен білесің бе, тоғызқұмалақ туралы ең алғаш кітап жазған түрік танушы ғалым Сәрсен Аманжолов болды. Оның тоғызқұмалақ туралы еңбегі 1936 жылы Алматы қаласында жарыққа шықты. Тоғызқұмалақ ойыны қазақтың барлық ойынның ішіндегі ең қиыны. Ойнаған адамның миы істеп, есепшілігі артып, тез тапқыштық жағы күшеймек. Ойынды меңгеру үшін негізінен 4 ережені білу керек. Біріншісі жүріс жасау ережесі, екіншісі құмалақ ұту ережесі, үшіншісі тұздық алу ережесі және төртіншісі атыстырау ережесі. Қостаушы қазаны, бастаушы қазаны, отаулар. Абай тоғызқұмалақ ойынын жақсы көрген және шебер ойыншылардың бірі болған. Ел ішіндегі тоғызқұмалақшылардың басын қосып, көптеген сайыстар өткізген. Бүгінгі сабақта біз қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақ ойынының шарттарымен және қысқаша тарихымен, қызықты мәліметтерімен танысып өттік. Сонымен қатар логикалық ойлау қабілеттерімізді дамыта түстік. Қазіргі таңда тоғызқұмалақ ойыны Қазақстанда спорттық ойын ретінде саналады. 2001 жылдан бастап Қазақстан Республикасында тоғызқұмалақ ойынының федерациясы құрылды. Бұл ойынның жанашырларының негізгі мақсаты гармониялық тәрбиені қалыптастыру. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.